Қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Бүгін біз кешегі эволюциялық даму тақырыбына байланысты тест талдауымызды жалғастырамыз. Бірінші, палеонтологиялық дерек бойынша жорғалаушылар мен құстар арасындағы өтпелі форма. Өтпелі формалар кімдер және нелерді атайды? Өтпелі формалар деп үлкен типтер арасындағы екеуіне де жататын ағзаларды айтады. Көбінесе белгілері бойынша. Мысалы, ең қарапайым түрі ол жасыл эвглена. Жасыл эвглена. Не үшін жасыл эвгленаны жатқызады? Жасыл эвглена бұл үлкен екі топтың арасында өтпелі форма деп атайды, Ол біріншісі өсімдіктер, екіншісі жануарлар. Не үшін? Өйткені жарық жеткілікті болған кезде бұл өсімдіктер сияқты фотосинтез процесс арқылы тыныс алады, қоректенеді. Ал жарық жеткіліксіз болған кезде ол жануарлар сияқты гетеротрофты қоректенеді. Сондықтан бұны автотрофтылар мен гетеротрофтылардың арасындағы өтпелі форма дейді. Тура сондай басқалай да мына суретте көрсетілгендей тағы да өтпелі формалар бар. Динозаврды біз өтпелі форма демейміз. Динозавр себебі бұл мезозойда дамыған алып бауырмен жорғалаушылар, алып кесірткелер динозаврлар. Археоптерикс. Археоптериксті біз өтпелі формаға жатқызамыз. Міне ол археоптерикс. Археоптерикс ненің өтпелі формасы? Бұл құстар мен жорғалаушылардың. Құстар және жорғалаушылардың аралық формасы ретінде қарастырады. Сондықтан сұрақтың жауабы да осы болады. Бізден сұрап тұрған жорғалаушы және құстардың арасындағы. Демек, ол археоптерикс. Археоптерикстің қандай ерекшеліктері бар еді? Екеуіне де ұқсайтын. Бірінші, жорғалаушыларға тән белгісі ол аузында ұсақ тістердің көп болуы. Яғни бұл өтпелі форма болғандықтан бұлардың тұмсығы әлі сүйектеніп үлгермеген деп айтады. Сондықтан аузында құстар сияқты емес, жорғалаушылар сияқты тістерінің болуы. Екіншісі, бұның денесінде құстар сияқты бірнеше қабырға емес, өте көп қабырғалардың орналасуы. Бұлардың 20 шақты қабырғаларының болуымен, яғни денесінің тек қана кеуде бөлігі емес, бүкіл мына құрсақ бөлігінде қабырғалар қаптауы және толық сүйектенген құйрығының болуы. Бұның ерекшелігі. Және қанатында несі бар бұлардың? Қанатында тырнақтары әлі сақталған болады. Демек, осы белгілер бұлардың жорғалаушыларға тән белгілері болып табылады. Құстарға тән не ол? Құстарға тән ең біріншісі ол қанаты және қанатындағы қауырсынның болуы. Және бұл толық ұша алмаса да, ағаштан ағашқа секіріп, яғни қалқып ұшу тән болған. Демек, қарасақ, бұл өзі түр әлпеті құстарға ұқсайды, бірақ белгілердің біразы ол жорғалаушыларға тән. Демек, екеуінің арасындағы өтпелі формасы деп атайды. Яғни, бірақ былай деп түсінбек, бұл нақты тұжырымдама деп. Жоқ, бұл әлде ғалымдардың арасында талас тартыс болып тұрады. Бұның, яғни бүкіл құстардың аты тегі археоптерикс. Немесе бұны тағы біз не деп атайтын едік? Көне құс. 100% осы құстардың аты тегі деп те айта алмаймыз. Келесін талдап кетейік, үйрек тұмсық. Аты айтып тұр, ол үйрек дейді, бірақ оның тұмсығы бар дейді. Яғни үйрекке ұқсайтын тұмсығы бар дейді. Қарасақ, міне үйректің тұмсығына ұқсайды. Бірақ бұл не мынау? Қарасақ, бұл құстарға келеді ғой, тұмсығы. Бірақ бұның денесі көбею жағын қарайтын болсақ, бұл нелерге келеді? Сүтқоректілерге. Сондықтан үйрек тұмсық ненің өтпелі формасы десек, бұл құстар мен сүтқоректілердің өтпелі формасы. Қалай? Бұның денесі қауырсынмен емес, жүнмен қапталған. Бұл өзінің ұрпағын сүтпен асырайды. Демек, белгілер неге келіп тұр? Ол сүтқоректілерге келіп тұр. Және бұның қанаттары жоқ, лапалары бар. Ал құсқа тән белгісі не? Бұлардың сүтқоректілер сияқты тістері емес, олардың несі болады аузында? Тұмсығы болады. Және бұл жұмыртқа салу арқылы көбейеді. Және дене температурасы толық тұрақты емес деп айтады. Яғни екеуіне де тән емес белгілер.
Демек, бұл осы екі ағзаның арасындағы өтпелі формасы. Птеродактиль ше. Птеродактильді мектеп кітабында не деп береді? Бұны әлі де бауырымен жорғалаушы деп береді. Жорғалаушы. Яғни жорғалаушылардың мына динозаврлар кезеңдерінде өмір сүрген түрі. Демек, бұны не деп айтады? Тері қатпары бар жорғалаушылар деп айтады. Мысалы, сүтқоректілердің тері қатпары барлар қайсылар? Олар жарғанат, ұшар, солар, иә? Яғни көргенсіздер, оны жарғанат тура мынау сияқты болады. Ал ұшарлар болатын болса, ол бір ағаштан екінші ағашқа ұшқан кезде мына аяқтарының арасында осындай қатпарлары болатын сүтқоректі жануарлар. Түсінікті? Демек, бізде птеродактиль ол жорғалаушыларға жатқызады. Ерекшелігі тері қатпарларының болуы. Бірақ ол құстар сияқты қауырсындары болмайды. Келесі 12-ші сұрақ. Эволюциялық ағаш сұлба түрінде. Сұлба деген, оны схема түрінде деп оқысақ болады. Бейнелеуді білдіретін орталық термин. Так, бірінші келек. Ең астынан бастап талдайық. Хронограммадан бастайық. Хронограмма дегеніміз бұл уақытты білдіреді. Хронограмма бұл уақыт. Уақытқа байланысты құрылған ағаш. Эволюциялық ағаш қой, барлығы эволюциялық ағаш. Бірақ бұл эволюциялық хронограммада ағаштың бұтағы қаншалықты ұзын, мысалы мынау, қаншалықты ұзақ болса, ұзын болса, ол соншалықты көп уақыт екендігін білдіреді. Екіншісі филограмма, немесе бұны тағы да біз фенограмма деп те атаймыз, иә? Бұнда нені білдіреді? Мынау бұтақтың ұзындығы соншалықты көп өзгерістің болғандығын білдіреді. Яғни мынау бір бұтақ ұзын болса, ол дегеніміз, онда мутация өзгеріс көп болды. Демек, мұнда негізгі белгісі ол өзгеріс. Келесі кладограмма. Кладограмма дегеніміз, бұл мынау қаншалықты ұзын болатын болса, бұл осы ағзалардың арасындағы туыстықты білдіреді. Яғни, екі ағзаның бір-біріне жақын туыстығын білдіреді. Туыстық. Және соңғысы, ол жерде ешқандай туыстық емес, өзгеріске, уақытқа байланысты ұзақтар емес, бұл тек қана кім-кімнен шыққан ғана көрсететін болса, яғни мына ұзын сызықтар ешқандай мағына бермейтін болса, тек сұлба түрінде беретін болса, схема түрінде, оны біз дендограмма деп атаймыз. Сондықтан дұрыс жауап дендограмма болады. Биологиялық құрылым деңгейі күрделендірмей, белгілі бір орта жағдайына бейімделу. Күрделендірмей. Күрделенетін болса не болады? Так. Күрделендірмей, бірінші бастан бастайық. Арагенез болатын болса, бұл бізде аэро дегеніміз, ол яғни жоғары деген мағынадан шыққан. Демек, бұл жерде не жүреді? Күрделену жүреді. Күрделену. Демек, ағза эволюциялық даму кезеңінде ол келесі сатыларға көтеріледі. Яғни денесінде дене мүшелері олар дамиды. Мысалы, не еді? Өкпесі жоқ еді, өкпенің пайда болуы. Немесе көзінің пайда болуы, сілекей безінің пайда. Қысқасы келесі сатыға, яғни өзіне дейінгі ағзадан жаңа бір белгілер немесе жаңа түрлер пайда болатын болса, ол кезде біз арагенез деп атаймыз. Дегенерация, наоборот, ол не? Төмен қарай түсу, мұнда күрделену стрелка жоғары кетті. Ол дегенерация, наоборот, қарапайымдану арқылы бейімделу. Ол қандай? Мысалы, құрттардың, паразит құрттардың, яғни адам ішегінде, жануарлардың ішінде тіршілік ететіндердің, олардың тыныс алу жүйесінің жойылуы, ас қорыту жүйесінің жойылуы, яғни денесінде бар бөліктердің жойылуы, оны біз дегенерация деп атаймыз. Сол арқылы ол бейімделеді. Аллогенез дегеніміз осы. Яғни бұл денесіндегі өзгерістерді күрделендірмейді, ол бейімдейді соған қарай аллогенез дегеніміз. Ол не нәрсе? Мысалы, өкпесі бар, өкпесі пайда болды, бірақ не болады енді? Өкпесі күрделенеді. Жүрегі бар,
жүрегі мысалы 2 қуысты болатын болса, ол 3 қуысты болады. Түсінікті? Бұл бізде аллогенез деп аталады. Прогресс дегеніміз бұл жалпы түсінік. Жалпы түсінік, сондықтан бұны біз жауап ретінде алмаймыз. Мәдени өсімдіктердің абиссиналық орталығынан шыққан өсімдік. Енді бұларды біз тек қана жаттауымыз керек болады. Біріншісі абиссиниялық орталықтан шыққан, ол бізде банан. Сондықтан бұл бізде дұрыс жауапқа жатады. Ал екіншісі жүгері, бұл бізде неден шыққан? Орталық Америка. Орталық Америка бұл оның орталығы. Ал күрішші, күрішті қайда көп жейді? Сіздер білесіздер, иә? Бұл бізде Оңтүстік Азия. Оңтүстік Азия елдері негізгі тағамдардың көбісі олар күрішті тағамдар. Сондықтан емес, күріш себебі сол жақтан негізгі шыққан өсімдіктер жатады. Ал зәйтүнші, зәйтүн бұл жерорта теңізі орталығы болып табылады. Келесі сұрақ. Жақын туысты дараларды будандастыру нәтижесінде артатын көрсеткіш. Кімдерді? Жақын туысты дараларды. Яғни инбридинг болған кезде қандай көрсеткіш артады? Гетерозиготалық дейді. Жоқ, гетерозиготалық деген ол қалай еді? Ол мынау еді гетерозиготалық. Демек, бұл жақын туыстар, яғни бір түрге жатады, бірақ жақын туыстар емес болғандықтан, оларда біреулерінде доминантты белгілер, біреуінде рецессивті белгілер, яғни екеуіне бір-біріне жақын емес белгілер дамығандықтан, олардан таралады гетеротрофты, то есть гетерозиготалық дамиды. Гомозиготалық дейді, иә, бұны біз дұрыс жауапқа жатқызамыз. Себебі не? Жақын туыс болғандықтан, олардың мына аллельді гендері бір жерде орналасқан. Оларда бір-біріне ұқсас болып келеді. Яғни рецессивті немесе доминанттылығы бірдей болып келеді. Сондықтан бұларды өзара будандастырған кезде осы белгілері дамиды. Бұл адамда өте қауіпті аурулардың дамуына алып келеді. Себебі адамдарда біраз аурулар, олар рецессивтілік жолмен тұқым қуалайды. Мысалы, жаңағыда гемофилия деген сияқты, иә? Рецессивті жолмен тұқым қуалайды, сондықтан туыстарда ол белгі жасырын болады. Адам негізі сау болады, бірақ сол рецессивті тұқым қуалайтын ауру ол жасырын болады. Ал бұндай гетерозиготалы адамдар ол белгі бойынша үйленетін болса, оларда ауру бала туылу шансы жоғары болады. Сондықтан оларда не дамиды? Гомозиготалық көрсеткіш артады. Өзгергіштік дейді. Өзгергіштік бұл жалпы түсінік. Бұл, яғни ата тегінде жасырынған немесе жоқ белгілердің жарыққа шығуы, немесе жаңа белгілердің пайда болуы деген сияқты. Бұл өзгергіштік. Тіршілік қабілеті артпайды, наоборот, тіршілік қабілеті төмендейді. Себебі көп жағдайда рецессивті белгілер, жаңағыдай ауру немесе альбинизм деген сияқты белгілерді алып жүреді. Архантроптар тобының өкілі. Мынау мектеп кітабындағы бар сурет. Яғни адамның дамуы. Ең бірінші адам, бұл бізде не болады? Австралопитектер болады. Иә, австралопитектер ең ертедегі дамыған түрі болады. Австралопитектерден кейін кімдер дамыды? Епті адамдар дамыды. Епті адамдардан кейін тік жүретін адамдар дамыды. Бұны біз архантроптар деп атаймыз. Ал бұған дейінгі мына епті адам австралопитектердің бұларды біз протоантроптар. Протоантроптар. Яғни бұлар қазіргі кездегі мына кездесетін адамдардың ата тектері ма, жоқ па, бұл енді сұрақ. Иә? Протоантроптар. Так. Одан кейін епті адамдар дамыды, тік жүретін адамдар дамыды, тік жүретін адамдарды архантроптар деп атайды. Немесе оның екінші бір атауы бар, бұл бізде ежелгі адамдар. Ежелгі адамдар. Бұларға нелер жатады? Бұлар ежелгі адамдарға питекантроптар жатады. Питекантроп, мына жеріне жазып қояйын. Питекантроптар. Вот, бізде де сұрақ солайды.
архантроптардың өкілі сұраған еді. Қандай адамдар жатады екен? питекантроп адамдар жатады екен. Оларды тағы да тік жүретін адамдар деп атаймыз. Түсінікті? Питекантроптар. Оның енді латынша атауы бар. Homo erectus деп атайды. Бұл бізде Homo erectustар. Одан кейін адамдар дамыды. Яғни, мұнда дамығанда нені байқаймыз? Ми көлемінің, яғни алдыңғы ми сыңарларының көлемінің ұлғайғандығын байқаймыз. Келесі ол бізде неандерталь адамы. Немесе палеантроп. Архантроптан кейін палеантроп болады. Бұл бізде мына ежелгі адам болса, бұл ертедегі адамдар болып табылады. Бұл ертедегі адамдар, яғни неандерталь адамдары, бұл мына архантроп пен неантроп, яғни қазіргі кездегі мына біздің кездегі адамдардың арасындағы өтпелі формасы болып табылады. Палеантроптар. Бұларға неандерталь адамдары жатады. Бұдан кейін дамыды не нәрсе? Бұл неоантроп. То есть қазіргі кездегі адамдар. Бұл адамдарды біз кроманьон адамдары деп атаймыз. Бұлар латынша атауы, қазір барлығымыз білетін, ол Homo sapiens. Homo sapiens адамдар. Бұлардың мынау ежелгі ертедегі болатын болса, бұны біз қазіргі адамдар деп атаймыз. Ежелгі ертедегі және қазіргі адамдар. Міне осылай бөледі екенбіз. Генетикалық жағынан байланыспаған екі түрдің өзара әрекеті нәтижесінде бірлескен эволюциясы. Бір-біріне қандай? Генетикалық жағынан байланыспаған. Біреуі өсімдік, мысалы ретінде мынау. Біреуі жәндік. Генетикалық жағынан байланысы бар ма? Жоқ. Бірақ олардың бірлескен эволюциясы не деп аталады? Бірлескен болатын болса, ол автомат түрде ко-эволюция болады. Ко дегеніміз бірлескен. Оны сіздер тасымалдау тақырыбында да айтқансыздар. Ко-транспорт деген бар. Яғни бірлескен транспорт деп атайтын едік оны. Ко-транспорт. Мұнда да бірлескен эволюция, ко-эволюция. Оның қысқаша анықтамасы қандай? Мысалы гүл. Гүл не істеу керек енді? Жеміс түзу керек. Жеміс түзу үшін ол тозаңдану керек. Ал бұл тозаңданудың қай формасына эволюция тарапынан эволюциялық өзгеріс болған бұларда? Ол жәндік арқылы тозаңдану. Міне. Яғни жәндікті еліктіру үшін не істеу керек? Бұл ашық реңді болу керек, хош иісті болу керек, шірнеліктері болу керек, иә? Соларды эволюция жағынан жәндіктерге бағытталған бұлар. Ал жәндіктер кіші. Жәндіктер олардың несін алады? Шірнеліктерінен өзіне қажетті балды жинайды. Демек, екеуі де win-win ба? Екеуі де плюс қой. Демек, бұлар бірге эволюция барысында дамығандықтан, бұларды ко-эволюция деп атаймыз. Екеуі бір-біріне зиян келтірмейді, наоборот, пайдасын келтіре отырып, екеуі де дамитын болса, бұны біз ко-эволюция деп атаймыз. Бірақ байланыспаған генетикалық жағынан. Дивергенция, конвергенция, параллелизм дегеніміз не? Соны қарайық. Егер ата тегі, мысалы, мына екі ағзаның, мына ағза мен мына ағзаның шығу тегі бір, бірақ қазір екі түрге айналып келетін болатын болса, мысалы, құстар, иә, әртүрлі құстар. Біреуі бір қазан болсын, біреуі калибри болатын болсын. Иә, калибри ол шірнеліктермен қоректенеді, бір қазан ол суда балықтармен қоректенеді. Екеуінің түріне қараса мүлдем бір-біріне ұқсайды. Біреуі ірі, біреуі ұсақ. Қоректенуі әртүрлі. Бірақ олардың ата тегі не? Бірде құстан дамыған. Сондықтан бұны дивергенция деп атаймыз. Дивергенцияны, мысалы, біз кешегі тестті талдадық. Не деп айтсақ болады тағы да? Гомологты мүшелер деп айтсақ болады. Мысалы, бұлардың тұмсықтарын алсақ, ол бізде гомологты болады. Гомолог. Не үшін? Өйткені шығу тегі бір, бірақ атқаратын қызметі әртүрлі тұмсықтары құстардың. Екіншісі, конвергенция деген бар. Ол дегеніміз тура осының керісіншесі. Наоборот. Ол қандай? Шығу тегі әртүрлі, бірақ атқаратын қызметі бір. Оны біз аналог деп атайдық, иә? Аналог. Ол, мысалы, не нәрсе? Қанаттары. Мысалы, біреуі жәндік, біреуі құс.
Бірақ екеуіне де ұқсас не нәрселер бар? Олардың қанаттары бар. Мынау жәндіктерде қанаттар, ол тері қатпарларынан түзілген. Ал құстарда ол алдыңғы жаңағы аяқтар өзгеріп, қанатқа айналып, қауырсынмен қапталған. Демек, екеуі бір-біріне мүлдем келмейді. Бірақ бірдей қызмет атқарады. Ал параллелизм дегеніміз не? Параллелизм дегеніміз кезінде ата тектері бір болған, бірақ одан кейін олар бөлек-бөлек дамыған, ал бірақ қазір олар қайтадан ұқсас неге айналған? Қоректену ареалы бір болғандықтан, олар қайтадан бір-біріне жақындаған. Яғни бұлардың ата тектері бір түрлер айтамыз. Оны біз параллелизм деп атаймыз. 18-ші сұрақ. Палеозой эрасында тас көмір шоғырын түзген өсімдіктер. Так, мұнда бірнеше өсімдік бар, но барлығы тас көмір түзуі мүмкін деп ойлап қалуымыз мүмкін. Біз сразу біріншісін шығарып тастаймыз. Ол бізде балдыр. Балдыр бұл тас көмір түзетіндей өсімдік емес. Демек, балдырлардың не түзілмейді? Бұлардың саны оншалықты көп емес. Және бұл суларда өсті, иә? Сондықтан бұларды автоматты түрде алып тастаймыз. Үшеуі қалды. Енді келесі мынаған қараймыз. Палеозой. Палеозойда автоматты алып тастайтын екеуі бар. Ашық тұқымдылар мен гүлді өсімдіктер палеозойда дамыған жоқ. Палеозойда дамыған жоқ. Бұлар мезозой және кайнозойда дамыды. Сондықтан бұл екеуін алып тастаймыз. Бір ғана вариант қалды. Ол қырық жапырақтар. Қырық жапырақтар не үшін дұрыс? Себебі біз айтамыз. Қырық жапырақтардың қазір тек қана шөптесін түрлері қалған. Бірақ ертеректе бұлардың сүректі түрлері, яғни сүректі өсімдіктер болған, өскен деп айтамыз. Және ол палеозойда. Палеозойдың эрасында кезеңдер бар, соның біреуі карбон. Немесе тас көмір кезеңі. Ол тас көмір қалай пайда болды? Мысалы, қарапайым бір схеманы қойып қойдым. Мысалы, мына уақыт өткен сайын не болды? Мына жерде өсімдіктер өсті, қырық жапырақтар, олар құлады, өлді. Одан кейін ол жердің астында болото деп айтып тұрған маңызды, себебі ол болотада шіру процесі өте баяу немесе жүрмейді. Себебі мұнда не жоқ? Мұнда болотада ішінде оттегі жоқ. Сондықтан ол шірімейді, ол бір-біріне қабатталады. Бір-бірінің үстіне қабатталып түсе бергендіктен ол престеледі. Сондықтан біздің мына алғашқыда шірімеген қалдықтар, торфтар неге айналады енді? Лигнитке айналады, яғни қоңыр көмірге айналады. Және оның астында тағы да үстінен және астынан температура және қысым екеуі престелгеннен кейін ол тас көмірге айналады. Міне, тас көмір. Қазіргі жердің астынан қазып алып жатқан тас көмірлер тура осылай шірімеу процесінің арқасында жүрді. Тас көмір. Демек, ол бізде қырық жапырақтар. Ламарк теориясының ең басты қателігі. Ламарк ол класстарға дұрыс бөлді, молодец. Жүйеленуді жасады, дұрыс, молодец. Ағзалардың өзгеретіндігін мойындады және өзгеретіндігін айтты. То есть, оларда жаңағыдай прогрестің болатындығын да мойындады. Бірақ бір ғана қате болды, ол жаттығу нәтижесінде ұрпаққа белгілердің берілуі. Осы қате болды. Ол қалай? Оны біз градация деп те атаймыз, иә? Демек, кітапта құтанды келтірген, қателеспесем. Құтанды келтірген. Ол бізде аист, иә? Не деп келтірді? Құтан суда жүрген кезде аяғын шынықтырса, аяғы өседі деді. Және ол басқа, яғни ұрпақ қалдыра алатын болса, тура осы шыныққан құтан ұрпақ қалдырса, оның ұрпағы да тура өзі сияқты шыныққан болады деді. Яғни, біздің тілмен айтатын болсақ, қай органын шынықтырса, сол органы бұлардың шынығып дамиды, ал пайдаланбаған органдары дегенерацияға ұшырап, жойылып кетеді деді. Ойлаңыздар, сіздер бицепсті шынықтырдыңыз, и балаңыз туылды, сразу бицепсі накачанный. Аяққа ешқандай нагрузка бермедіңіз, аяғыңыз мынандай болды, балада да аяқ тура солай. Олай емес қой. Қарапайым мысалы мынау еді. Жираф.
Жирафтар кезінде бойы қысқа болған, жоғарыдағы ағаштағы нелерді, шөптерді, ағаштың жапырақтарын мойны созған сайын мойны ұзарды, ал мойны созбағандар ұрпақты жалғастырмай, бұлар өлді. Кім жоғары қарай мойны көбірек созды, солар тірі қалды. Нәтижесінде жираф осылай пайда болды дейді. Бірақ бұл қате. Түраралық күрестің классикалық мысалы. Қандай күрес? Кеше біз түр ішілік күресті айтқан едік. Енді түр аралық. Получается, мұнда екі түр арасын айтуымыз керек. Төменнен бастап келеді. Күй ойнағы кезінде бәсеке. Күй ойнағы, ол кімдерде болады? Ол жәндіктерде де болады, ол құстарда да болады. Құстар билейді ғой, яғни өзінің жұбына. Бірақ ол бір түр арасында болады. Негізгі мұндағы құс болады, бірақ соған именно көбею кезінде екі құс таласады. Ол кезде күй ойнағы болады. Қайсысы мына құсқа ұнайды, мына ұнаса, сонымен ары қарай ұрпағын жалғастырады. Мұнамен жалғастырмайды. Бірақ бұл бір түр ішінде, сондықтан жауап емес. Көктемгі үсікпен күрес дейміз, бұл абиотикалық факторлымен күрес. Көктемді үсік. Яғни ол дейміз тағы да бір түрдің арасында болатын нәрсе. Яғни түр мен қоршаған ортаның арасында. Жыртқыш пен құрбан қатынасы. Мұнда қарасақ екі түр. Жыртқыш және құрбан. Бұл ең классикалық осы. Яғни мұнда қасқыр болуы мүмкін, мұнда қоян болуы мүмкін. Немесе мұнда қандай да бір жолбарыс болуы мүмкін, мұнда зебра болуы мүмкін. Қысқасы екеуінің арасында күрес, ол ең классический күрес. Бұны біз түр аралыққа мысал ретінде. Қарағайлардың жарық үшін күресі, бұл да тіршілік. Бір қарағай ұзын болды, біреу қысқа болды. Ұзын болған, ол не істейді? Өзінің жапырақтары күнге қарай жаяды, және күннің сәулесін төмен қарай өткізбейді. Сондықтан астында тұрған қарағай, ол ұсақ болып қалады, өйткені күн жарығы жеткіліксіз. Демек, мына екеуінің арасында тіршілік күрес болып жатыр деген сөз. Төмендегі суретте бейнеленген эволюциялық бағыт. Сурет берілген. Міне балық қос мекендегі судан шықты. Судан шықты, бірақ судан қаша алмайды, алысқа кете алмайды. Одан кейін судан қаша алады, кесірткелер ұшты, немесе уже сүтқоректіге айналды. Осы кезде олардың тыныс алу мүшесімен жүректің, яғни тасымалдау жүйесіндегі болып жатқан өзгерістер неге мысал болады? Мұнда тек қана бейімделу жүрді ма? Яғни болуы мүмкін, мысалы, ең соңғы сүтқоректілерді алсақ, сүтқоректілерде жүрегі жақсы дамыды, мысалы, қатты жүгіретіндерде. Жүрегі нашар дамыды, өте баяу қозғалатындарда. Жүрегі орташа дамыды, орташа активтілерде. Демек, мұнда бір жүрек ешқандай өзгеріс жоқ құрылысында, бірақ олар бейімделуіне байланысты әртүрлі деңгейге өзгерді. Бұл бейімделу, бұны біз идеоадаптация деп атаймыз. Ал мұнда олай болып жатқан жоқ қой. Мұнда екі камералы жүрек 3 камералыға айналды. 3 камералы жүрегіміз 4 камералыға айналды. Демек, мұны не жүрді? Күрделену процесс жүрді. Бұны біз ароморфоз деп атаймыз. Ал наоборот жүрген кезде еді осы. Оны біз дегенерация деп атаймыз. Немесе дегенерацияны тағы да регресс деп атаймыз. Прогресске қарсы, Популяциядағы аллельдер жиілігінің кездейсоқ ауытқуы. Мутация. Мутация кезінде жиілігі кездейсоқ ауытқу болмайды. Жиілігі өзгереді, бірақ мысалы, жаңағыдай миллион санның ішінде біреуінде мутация туындауы мүмкін. Бірақ ол ары қарай ұрпақ қалдыра алмай қалуы мүмкін. Осындай мүмкіндер көп, бұның барлығы бізде мутациялар. Оқшаулану дейді. Оқшаулану мына сурет мысалға болады алады. Яғни, мысалы, географиялық, экологиялық оқшаулану. Ол кезде не болады? Белгілі бір аллельдер ғана, мысалы, мына жерде көбелектерді қараңыздар, көбелектің 3 түрлі түсі бар, бірақ ол мына екі ағза бір-бірінен оқшауланып қалды. Сол кезде ақ бұл жерде дамымай қалды. Ақ қалып қойды. Сөйтіп, мына қара мен
Сарысы бұл не істеді? Жаңадан дамып, бұл осы жерде енді қоректері басқаша бола бастады. Қоректері, мына жердегі гүлдер басқаша гүл еді, мына жердегі гүлдер басқаша болды. Соған байланысты бұлар енді өзгере бастады. Нәтижесінде бұлар енді жыныстық жағынан басқаша болды, көбею уақыты әртүрлі болды. Бұлардың мінез құлығы, яғни этологиялық ерекшеліктері пайда болып, соңында мына популяциядан ерекше болып қалды. Демек, екеуі бір-бірінен оқшауланды деген сөз. Енді екеуін даже бір жерге апарып өсірсе де, олар бірге көбейе алмайды. Түсінікті? Бұл бізде оқшаулану деп атайды. Табиғи сұрыптау дегеніміз, қайсысы мықты, солар тірі қалады. Значит, мына жерде ақтары әлсіз болу керек еді бұл жағдайда. Ал бізде не айтып тұр? Аллельдер жиілігінің кездейсоқ ауытқуы. Оны біз байқағандарыңыздай гендер дрейфі деп атаймыз. Яғни бұл случайно бір, то есть, мысалы, қатты жел болуы мүмкін, немесе мына жердегі ағзалар не болуы мүмкін тағы да. Бір саяхатшының сумкасына кіріп қалды, мысалы, бірнеше көбелек, и сол сумка арқылы басқа бір жерге барды, сол жерде сумкасынан шығып кетіп, сол жерде дамыды. Және қарасақ, бұл кездейсоқ болды ғой, ауытқу. Және ол кезде, мысалы, мыналар көбейетін болса, бұларда қандай аллель жоқ, қандай ген жоқ аллельдерінде, ақ белгіні беретін гендер жоқ. Сондықтан олар бұл жерде дамымай қалады. Сөйтіп, оқшаулану пайда болады. Бұны біз гендер дрейфі деп атаймыз. Немесе попросту мына бір құс келді да, мына белгісі барлығын жеп қойды. Нәтижесінде не болды? Ақ белгі, яғни рецессивті белгінің дамуы төмендеді, немесе мүлдем жоғалып кетеді. Бұл да гендер дрейфі. Яғни белгілі бір гендер популяцияда қалады, белгілі бір гендер жойылып кетеді. Ал осы оқшауланған мына бір популяцияда зиянды белгілер, яғни мысалы қоңыр болу бұған зиян, потому что құстар бұны тез көріп қояды. Сонда зиянды гендердің жинақталуын біз не деп атаймыз? Жүк деп атаймыз. Генетикалық жүк деп аталады. Адамда кездесетін үшінші қабақ, соқыршек сияқты мүшелер. Міне мыналар ғой. Міне үшінші қабақ адамда қалдығы ғана қалған. Мына құстағы үшінші қабақ. Мынау анасының құрсағында дамып жатқан бір 5-6 айлық баланың құлағының пішіні. Мынау маймылдың пішіні, мынау ересек адамның пішіні. Мынау біздің соқыршек, мынау шөпқоректілердің соқыршегі, то есть мынау шөпқоректілердің соқыршегі. Демек, мұнда нені көріп тұрмыз біз? Қандай да бір белгілер бізде қалдық болып қалған, және ешқандай қызмет атқармайды деп айтамыз. Атқарады мыналар. Бірақ қалдық мүшелер деп атаймыз. Қалдықтарды біз не деп атаймыз? Рудименттер деп атаймыз. Ал мыналар ше, мысалы, көп емшектілік, адамда негізі екеу болу керек, мұнда көп. Құйрықты баланың болуы, құйрық бізде жоқ, бірақ бар мұнда. Демек, нормада жоқ, бірақ ата тектерде, яғни бізді егер басқа жануарлардан пайда болды деп есептесек, допустим, ол қазіргі кезде қайталанып тұратын болса, кейбір адамдарды, мысалы, бетін полностью түк басып кетеді. Оны біз не деп айтамыз? Атавизм, яғни ата текте болған деп айтсақ та болады. Ал аналогия мен гомология, бұны біз алдыңғы сұрақтарда түсіндірдік. Филогенетикалық ағаштың бұтақ ұзындығы эволюциялық уақытты білдіретін болса, көрсететін болса, біз жаңағына қай сұрақта бұны 12-ші сұрақта талдадық. Сол сұраққа егер көрмеген болсаңыз қайтыңыз. Яғни біз бір уақыт кеңістігін алатын болсақ, ертеректе болды, қазір болды, тарихта осыншама жылдар болған десек, біз хронологиясын ашамыз, білесіздер ғой? Демек, оны біз көрсететін мынандай бір ағаш болатын болса, уақытты көрсететін, оны біз хронограмма деп атаймыз. Түрлердің бір ата тектен шығуын білдіретін термин. Мұнда симпатрияны автоматты түрде сызып тастаймыз. Себебі симпатрия бұл түр түзілуге байланысты еді. Ал бізде оны сұрап тұрған жоқ. Нені сұрап тұр? Бір ата тектен шығуын білдіретін. Оны біз үшке бөлеміз.
егер бір ата тектен шығатын болса, ол монофилия. Немесе бұны не деп атайтын еді тағы да? Жанұя. Яғни белгілі бір түрлерді алсақ, мысалы, не? Жануарларды. Мысық пен итті алайық. Біреуі ит тұқымдас, біреуі мысық тұқымдас. Солай ғой. Бірақ олардың ата тектерін алатын болсақ, яғни үлкен көлемде алатын болсақ, оның барлығы неден дамыды? Мына жерде сүтқоректілерден дамыды. Түсінікті? Например, немесе мына жерден алатын болсақ, общий алатын болсақ, олардың ата тектері бір екенін көрсетеді. Мысалы, мынау. Екі түрлі маймыл, олардың ата тектері бір болса, демек ол бізде монофилия болады. Сондықтан бір ата тектен дамыса, бұл бізде монофилия. Ал полифилия дегеніміз, бұл әр түрлі ата тектен дамыған. Мынау бізде. Бір ағза, мына жерден бастап есептесек, бұның ата тегі басқа, мына екіншісінің ата тегі басқа. Демек, екеуінің ата тегі бір ма? Жоқ. Сондықтан бұны біз полифилия деп атаймыз. Ал одан кейін екеуінің арасында парафилия деген бар. Парафилия дегеніміз белгілі бір мөлшерде, яғни мына көк аймақты алатын болсақ, олар бір ата тектен дамыды. Бірақ қай жерде? Мына екеуін алатын болсақ, мысалы, мына маймыл мен лемурды алатын болсақ, екеуінің ата тегі екі түрлі болып тұрады, белгілі бір деңгейде. Бірақ белгілі бір деңгейде мына жерден алатын болсақ, лемурда, маймылда ата тегі бір болады. Бұны біз парафилия деп атаймыз. Контекст сұрақтарға келдік. Галапагос құнақтарының эволюциясы, бұл Дарвин зерттеген. Олардың эволюциясында негізгі айтатын нәрсе олардың тұмсықтарының пішіні. Барлығы бір түрге жатқан, бірақ неге байланысты? Бұлардың қорегіне байланысты олардың тұмсығының пішіні өзгерген. Соған байланысты әр түрлі түрлер пайда болған. Енді сұрақтарға келейік. Суретте көрсетілген құнақтардың эволюциялық даму жолы. Басында міне бір құнақ болды, бірақ ол одан кейін тұмсығының пішініне байланысты бөлінді. Яғни бір түрден жан-жаққа әр түрлі түрлер пайда болды. Бұны біз не деп атаймыз? Дивергенция деп атаймыз. Екіншісі, құнақтардың жаңа түрлерінің пайда болуына негіз болған оқшаулану түрі. Мынау құнақ еді, олардан жаңа түрлер пайда болды, тұмсықтарының пайда болды. Бірақ бұған не нәрсе негіз болды? Не нәрсе оқшаулану? Бұл оларды биологиялық па? Жоқ, өйткені олар бір жерде тіршілік еткен еді. Бірақ одан кейін бұлар таралды. Қай жаққа? Бір оңтүстік, солтүстік, батыс, шығысқа қарай таралды. Соған байланысты ол жерде тіршілік ететін бұлардың қоректері, жәндіктердің түрлері, немесе жемістердің түрлеріне қарай өзгерді. Демек, олардың географиялық оқшаулану оларға негізгі әсер еткен нәрсе. Келесі, құнақтардың тұмсықтарының әртүрлі болуының басты себебі. Жыртқыштардан қорғану үшін ба? Жоқ. Қоректік мамандану үшін ба? Жаңа бұған дейінгі сұрақтарда айттық қой, бұлардың қоректері әртүрлі бола бастады. Сондықтан қоректердің біреуі жаңғақты шағып жейтін шығар, біреуі жәндіктермен қоректенетін шығар, біреуі шірнеліктермен қоректенетін шығар. Соған байланысты қорегінің түріне қарай бұлардың тұмсығының пішіні өзгере бастады. Дарвин бойынша құнақтардың жаңа белгілерін бекітетін эволюциялық фактор. Дарвин болатын болса, эволюциялық бұның бір 2-3 ғана бұның тұжырымдамасы болды ғой. Демек, бұлардың белгілерін бекіткен не нәрсе болды? Табиғи сұрыптау болды. Яғни, қайсысы тұмсығының пішін өзгерте алды, солар тірі қалып, тіршілігін жалғастырды. Бұл бізде осы табиғи сұрыптау. Соңғы сұрақ. Галапагос құнақтары эволюцияның қай деңгейіне мысал болады? Мұнда бір жаңа туыс, тұқымдас класс пайда болды ма? Жоқ. Бір түрден
екінші түр пайда болды. Демек, түрлер пайда болатын болса, ол қандай эволюция? Ол микроэволюция деп аталады. Сонымен біздің бүгінгі тест талдауымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар, тақырыптарды қайталап жүріңіздер.